әйел адамдар мен ер адамдарда оргазм ол екі түрлі болып келеді. Ер адамдар әуелі бастан, олар бірден нәтижені ойлайтын адамдар. Еркектер де оргазм ала алмайтын кездер болады. Оргазм менің денемнен бөлінген күнде оның пайдасы қандай? Соның себебін іздемейді даже. Әйелі көрсетпеген нәрсені басқа сырттан іздеп, мысалы сырттан бір басқа әйел көрсетуі мүмкін. Әйелдердің 20% ғана жалпы жыныстық өміріне қанағаттанады екен. Жыныстық қарым-қатынасқа түспеген күннің өзінде де оны бөлуге болады. Сәлем достар, бұл жабық тақырып, мен Әсел Ергешқызы. Екі жастың басы қосылғаннан кейін олардың ләззат алуы міндетті. Оргазм әйелге ләззат сыйлап қана қоймайды, оның денсаулығы үшін де маңызды. Әйелдердің 20% ғана жалпы жыныстық өміріне қанағаттанады екен. Ал қанағат алмау бұл отбасының шырқының бұзылуына, екі жастың ажырасуына әкеп соғады. Біз бүгін осы тақырып төңірегінде ашық сөйлесуге тырысамыз. Психолог Динара Болат, сексолог Мәншік Тұрсынбайқызы, уролог андролог Ернұр Исабекұлы. Жалпы оргазм деген не? Осы сөздің табиғатын түсініп алайықшы, осыдан бастайықшы әңгімені. Оргазм негізі ерлі зайыптылардың немесе ер адамның әйел адамның қанағаттануы арқылы бөлінетін ішкі жан дүниедегі сөл. Сонымен қатар оргазм әйел адамдарда көңіл күйі, құмарлығы арқылы сыртқа шығатын қор көзі деп айтатын негізі. Сонымен қатар әйел адамдар мен ер адамдарда оргазм ол екі түрлі болып келеді. Ер адам әрине бір ғана жыныстық қарым-қатынасқа барса, әр жыныстық қарым-қатынаста бөлінеді ода. Ал әйел адамда ол басқаша түрде келеді. Сонымен қатар әртүрлі оргазмның өзінің әртүрлі түрлері бар. Оның өзі әйел адамдарда басқаша күйде бөлінеді. 25% қазіргі таңда әйел адам оргазм ала алады. Бұл статистика, әлем бойынша берілген статистика. Ал 25% әйел адам әрбір жыныстық қарым-қатынасқа түскен жағдайда қана ала алады. Ал әлемде 50%, тұрақты 50% әйел адам ешқашан оргазм алып көрмеген. Не себеп? Себебі әйел адамдар дұрыс, ол оргазмды әйел адамдар ойлайды, ол міндетті емес деп бізге. Неге? Себебі көбісі оны көрген емес. Қандай болады? Қандай болатынын сезініп көрген емес. Негізі әрбір әйел адам алуға міндетті. Біріншіден ол өзінің денсаулығына көмектеседі, екіншіден әйел адамның психологиясына көмектеседі, үшіншіден барлық нервный системаларына көмектеседі оргазм. Әйел адам оргазм алу үшін көбірек еңбектену керек дейді. Жоқ. Көбірек еңбектену керек, өзінің ерін түсіну керек, не қалайтынын білу керек. Себебі мысалы қараңыз, ер адам әрбір жатқан сайын ол оргазм алады, ал әйел адам жыныстық қарым-қатынасқа түседі. Бірақ біздерде ер адамдарынан талап етпейді ондай күйге жеткізу. Ең негізгі себеп ұялады, қысылады, айта алмайды. Сонымен қатар әйел адамдардың ең негізгісі оргазм менің денемнен бөлінген күнде оның пайдасы қандай? Соның себебін іздемейді даже. Динара ханым, айтыңызшы, енді осы мәселеде ашық сөйлесе алмайды деп отыр ерлі зайыптылар өзара. Осы тақырыпта ашық сөйлесу үшін Бұл тақырыпта біріншіден ашық сөйлесу өте маңызды. Бұл жерде біз мына нәрсені түсінуіміз керек. Ер адамдар әуелі бастан, олар бірден нәтижені ойлайтын адамдар. Оларға манағы жыныстық қатынастың нәтижесі маңызды, олар сол нәрсеге ғана ұмтылады. Ал әйел адамға қашанда процестің өзі маңызды. Олар нәтижені емес, тіпті осы өмір сүре жүріп, билеп, ән салып, осы өмір сүру процесінен ләззат алады. Сол секілді жыныстық қатынастың өзі қаншалықты ләззат береді, міне сол аспекті әйел адамға көп әсер етеді. Осы нәрседе ерлі зайыптылар болсын, жұп болсын, бір-бірімен ашық сөйлесу керек. Әйел адам ұялмай, өзіне не қалайтынын, ненің қалай ұнайтынын ер адамға былай қарағанда аузына салып беру керек қой, бүкіл ақпаратты. Өзінің жанды жерін, өзінің осал тұсын, өзінің басым тұсын әйел адам ғана біледі, ер адам оны біле бермейді, сондықтан ашық әңгіме құру керек. Ашық сөйлеспеуінің бір кедергісі болып тұр ғой.
кедергісі ұялу, мені әлсіз деп түсінеді, мені осал деп түсінеді деген бір іште барьер болады. Дегенмен бұл әйел адамның қолында емес, әйел адамның қолынан келетіні осы өзінің жалпы инструкциясын өзі бойынша нұсқаулықты ер адамға көрсету, айту. Әйел адам ләззат алу үшін бірнеше факторлар әсер етеді екен. Ол жыныстық қатынастағы серіктесі өте сенімді адам болу керек, үйренген адам болу керек деген секілді. Енді жаңа айтып отырмыз, тіпті оргазм алып көрмеген әйелдер өте көп деп. Ернұр мырза, енді осы оргазм алмауға бір физиологиялық дене бітімнің, жалпы құрылымның бір кері ықпал болуы мүмкін ба? Кедергілері болуы мүмкін ба? Енді мысалы оргазм деген айта кетейін, мысалы жыныстық қатынастың соңғы ләззат алатын шыңы ол оргазм. Мысалы еркектерде оргазм ол қандай да бір сұйықтық, мысалы еркектерде оргазм ала алмайтын кездер болады. Мысалы кейбір хирургиялық емдерден кейін мысалы нервтар повреждаться етілгеннен жыныс қатынасы, жыныс мүшесіндегі нервтар зақымдалған кезде, мысалы еркекте жыныс мүшесі толығымен дайын болуы мүмкін жыныс қатынасқа түсуге, бірақ оргазм ала алмауы мүмкін. Кейбір неврологический аурулардың кесірінен нервный центрлар бар, мысалы оргазмның алатын центрі ол омыртқада орналасқан, сол омыртқаның сол именно S1, S2 деген крестец, сол омыртқада қандай да бір зақымдалған кезде еркек сол жыныстық қатынасқа түсу ақаулары, проблемалары пайда болады. Сол үшін еркектерде оргазм әр жыныс қатынасқа түскен кезде ала бермейді. Ол кейбір ақаулардың кесірінен де жыныс қатынасқа түскен кезде оргазм ала алмайтын кездерде болады еркектерде. Сексопсихология бойынша көбінесе ер адамдар жыныстық қарым-қатынас түскен сайын міндетті түрде бөлінеді сөл көзі, сөл. Себебі ол сөлдің арқасында да бізде плод дейміз ғой, енді бала пайда болады деп айтады негізі. Ал әйел адамдарда неге ең негізгі қиын жері сол сөлге жеткізбейді, жете алмай қалады әйел адамдар. Ер адамдарда мысалы үшін әйел адаммен болған жыныстық қарым-қатынасқа түскен кезде ол процестің уақытында шыңына жеткен кезде бөлінетін сөл болып есептеледі ғой, а әйел адамдарда ол басқаша келеді. Әйел адамдарда ол сөл даже жыныстық қарым-қатынасқа түспеген күннің өзінде де оны бөлуге болады. Мысалы үшін бізде әрине, мысалы кейбір түшкірген кезде біз ұзақ ұстап түшкірсек, біздің денемізде қандай бір күш пайда болады, бір нәрсе өтіп кетеді. Сол сияқты сол уақытта қандай да бір бөлігі оргазмның бөлінеді екен. Әйел адамда да, ер адамда да. Ол түшкіру арқылы. Міне сол оргазм әйел адамдарда, ер адамдарда 100 есе көтеріліп, ол кезде жаңағыдай жыныстық қарым-қатынасқа түскен кезде деп айтады. Түшкірсең де оргазм аласың дейді. Да. Сіздер естімеген шығарсыздар, мен өзім оқыдым осы нені. Сол себепті бізге ең бірінші сұрақ қойған кезде бізде сұрадық, қалай болады, қалай көреді, оны қалай сезінуге болады, көруге болады. Сол кезде айтатын, күнге ұзақ қарап тұр, или жарыққа, сол уақытта түшкір қатты. Сол кезде сол гормондар бөлінеді. Денең бөлінеді. Осы жерде енді барлығы физиологиялық тұрғысынан айтып жатыр ғой. Біздегі мәселе, ұят деген мәселе, жаңағы әлем бойынша көп әйел адамның пайыздық үлесі осы рухани ләззат шыңына жетпей жатады дейді. Ол проблема біздің қазақтардың да арасында бар. Неге? Себебі ойлап көрсеңіздер, кез келген ер адамға нәтиже маңызды дедік. Ол осы болған жанасудың нәтижесін әйел адамнан сұрайды. Ұнады ма? Біздің көп әйел адамдардың бір осал тұсы, олар шындықты айтудан
қорқады. Неге? Себебі біздің қоғамда әйелдің рөлі әлі де төмендеу. Манағы ер адам жетпейді, ер адамдарға ұстау керек, оларды қалай да ұстап қалу керек. Сол себептен ұнамады деп айтудан олар қорқады. Ол негізі дұрыс емес. Былай қарағанда табиғаттың өзінде манағы ұрғашының көңілін аталық жаулау арқылы қосылады. Бұл жерде ер адамның рөлі осы жыныстық қатынасқа түспестен бұрын еңбектену керек. Әйел адамның көңілін жаулау керек деген нәрсені табиғаттың өзі түрлі жануарлардың мысалын, қосылу мысалын келтіріп түсіндіріп кеткен. Бұл жерде әйелдің рөлі басым болу керек. Оған құрмет болу керек, оның көңілі маңызды. Ал біздер өзіміздің міне қоғамдағы менталитет, қоғамдық сана, тобырлық пікірдің нәтижесінде біз ер адамға ұнаса болды деген түсінік қалыптастырғанбыз. Біз екіншілік. Ол қарым-қатынастан, жыныстық қатынастан ләззат алса да алмаса да маңызды емес. Иә, тек рахмет, алмады деп өтірік айтуы мүмкін. Соның өзіне шүкір деуі мүмкін. Мысалы, яғни осы өтіріктің өзі оргазм алуға кедергі келтіреді. Әрине, иә. Ресей мемлекетінде, мысалы үшін, әйел адам мен ер адамдар отбасыда осы тақырыпта ашық әңгіме айтады. Ал біздерде, қазақтарда, бұл әңгімені артқа қарай тастай береміз, сырт тастай береміз. Бізде семьяда қалай? Семьяда проблема вот бала-шаға, тамақ, жетпеу, немесе ақша, осы проблемамен бір өзімізге өзіміз көңіл бөлмей қаламыз. Әйел адам да бөлмей қалады, ер адам да бөлмей қалады. Әрине, ол әйел адам мен ер адамның бөлмесіне кірген кезде төсектегі ең негізгі тақырып осы тақырып болу керек. Ашық түрде әңгіме айта білу керек. Әйел адамдар біздерде, қыз бала болсын, әйел адам болсын, айтуға неге қорқады? Мысалы, біздерде ер адамдарда ой болады дейді негізі, бірақ енді өзім білмеймін, енді оның ойларын білмеймін. Мысалы, бізге мысалы үшін әйелінен сұрайды, сіз айтқандай сұрайды, ұнады ма, ұнамады ма, қалай болды, қай жер ұнады, қалай жасаған ұнады, қалай жасаған ұнамады. Сол уақытта әйел адамдар ұнамады, мүмкін келесі жол осылай көреміз деген кезде ер адамның достоинствосы дейді ғой, сонысы көп жағдайда төменге түсіп кетеді. Солай ма? Енді қараңыз, солай ма деп сіз сұраватсыз. Енді ер азаматтардың атынан ердің мырзадан сұрамағанда кімнен сұрайды? Енді әртүрлі кездерде болады. Әр адамның достоинствосы түсуі мүмкін. Егер оны развивать етем деген, ары қарай бірге көмектесем деген еркек болса, ол неге? Неге айтпасқа ондай мәселені бірігіп мысалы керек, яғни біздің қоғамға, біздің қазақтарға да ашық әңгіме айта білу керек. Себебі бұл сен ерің мен әйелдің ортасында болған әңгімені сенің көршің білмейді ғой. Балаңа сен айта алмайсың. Ата-енеңе барып сен айтпайсың, бүгін мен әйелім күйеуімен осындай әңгіме айттым, ертең осыны көретін болды. Ол ер адам мен әйел адамның ортасында секрет дейді ғой. Сондай болу керек. Ол секрет осы болу керек. Сізге келе ма қазақтың әйелдері осындай ашық мәселемен? Келмейді, олар тек жазады. Бізде Инстаграм бар, WhatsApp бар, жазады. Менде осындай, қалай жасаймын? Мен айтам, келіңіз, көрейін сізді бірінші. Ашық әңгіме айта. Олай жасамайды, ешкім келмейді. Психологқа барды дегеннің өзі қиын. Психологқа барудың өзінен қорқады. Ал сексолог ол уже арман қарай ол. Жалпы біздің қоғамда секс деген сөздің өзі айтуға ұят. Бірақ маман бар ғой, сексолог деген маман тұр. Маман бар. Әйел адам ер адамын қалай ұстау керек екенін білгісі келеді, бірақ оны ізденбейді. Сөйтіп жүрген кезде уақыт өткізіп алады да, ер адамы қолының қасынан кетіп қалған байқамай қалады. Неге? Әйел адамдар да мүмкіндігі айтатын болса, мысалы үшін әдемі іш киімдер сатып алып, мысалы, әйел күйеуінің көзіне көрінуден де қорқады. Ұялады. Ойлайды, мен қазір көрінсем, мүмкін бір жер мынандай болуы мүмкін. Мәншүк ханым, сөзіңіз аузыңызда, мен арнайы Суин маркасының іш киімдерін алдырдым осы бағдарламаға. Мен енді сұрағым келіп отыр, уролог мырза, Ернұр мырза, жалпы ерлі-зайыптылар арасындағы жыныстық қарым-қатынаста осындай іш киімдердің рөлі қаншалықты? Әсер ете ма? Оргазмға болсын. Рөлі өте жоғары. Мысалы, қандай еркекке ұнамайды, осындай іш киім киіп жүрген әйелі, мысалы, ол басқа жақта, мысалы, әйелі көрсетпеген нәрсені
басқа сырттан іздеп, мысалы сырттан бір басқа әйел көрсетуі мүмкін. Содан кейін ол әйел күйеуі кетіп жатса, ол өзінен көрмегенде кімнен көреді ол кінәні? Себебі ол күйеуін ұстап қалу үшін, күйеуіне жағу үшін, күйеуіне бір қандай да бір ләззат беру үшін жұмыс жасамаса, ол күйеуі кетіп қалғаннан кейін ешқандай шағымды айту ол әйелге ұят болады. Себебі өзін дамытпаған ол әйел тек қана жаңа айтып кетті ғой, мысалы сексолог ханымыз, тек қана тамақ пісіру, тек қана ақша табу, тек қана сондай бала шағаны бағу, сол ғана мәселелерді ғана ойлайды. Отбасы деген тек қана осы ортада, тек осы айналада ғана болады деп. Негізі отбасы әйел мен еркектің ортасындағы жақсы қарым-қатынас болу үшін бұл киімдерінде мысалы ойнайтын рөлі өте жоғары. Осы жерде бір нәрсе айтқым келеді, келіспейтін түсім бар. Тағы да біздің қоғамдағы мәселе. Осы жерде манадан бері күйеуді ұстап қалу деген әңгіме айтып жатырмыз. Неге біз әйелді ойлаймыз? Неге біз күйеуді ұстап қалу деп айтамыз? Неге бұл өзіміз әйелдер үшін емес? Мәселе сондайда ғой, біздің демек өзімізді өзіміз бағалауымыз өте төмен тағы да бұл жерде. Күйеуді ұстап қалу үшін емес, рухани ләззат алу әйел адамға не береді? Біріншіден, рухани ләззат алмаған адам, жалпы ер адам болсын, әйел адам болсын, өзіне сенімділігі өте төмен болады. Күні бойы оның көңіл күйі түсіңкі болады. Кез келген қызметте, отбасы шаруасы болсын, жұмыс нәтижелігі, өнімділігі өте төмен көрсеткіш береді, нәтиже береді. Және ең бастысы, ер адам болсын, әйел адам болсын, оның өзінің өміріне көңіл толуы аса төмен деңгейде болады. Күйеуімді ұстап қалу деген терминді вообще түсінікті алып тастайықшы. Өзіміздің бақытымыз үшін. Өзіміз үшін әдемі киінейік. Өзіміз үшін тырысайық, өзіміздің ләззат алуымыз үшін қадамын жасап, ер адамды ашық әңгімеге тартайық. Ер адамды ұстай білген әйел, мысалы алатын болсақ, өзін, яғни өте қатты жақсы көретін әйел. Барлық әйел адам ер адамның алдында ер адамның көңілін таба алмайды. Неге? Себебі әйел адам өзін, жаңағыдай сіз айттыңыз ғой, самооценка деп айтамыз ғой, сонысы төмен болғандықтан. Сен өзіңді күштімін деп ойлаған күннің өзінде сенен де күшті адамдар көп бар. Әсіресе әйел адамдарда біздерде тағы бір қозғалу мүмкін. Қорқыныш деп айтамыз ғой, мысалы үшін қалай айтсам болады ер адамға. Әрине, оның өзінің әйел адамға, ер адамға жеткізудің өзінің сан түрлі түрі бар. Біздерде, подход деп айтамыз ғой, ер адамның әртүрлі жағдайда подходын табу. Сен қалай ер адамға жасасаң, ер адам саған сондай жауап қайтара алады. Біздің бағдарламамызға келген отбасылық психолог мынадай пікір білдірді. Ер азамат үшін жалпы отбасында жыныстық қарым-қатынастың рөлі маңызды. Ол бірінші орында тұрады дейді. Егер ол жыныстық өміріне көңілі толатын болса, әйелінің тамағының тұзы ащы ма, тұзы жоқ па, үй ашылып жатыр ма, оған аса мән бермейді дейді. Ол ең бірінші өзіне қажетті нәрсені алды ол әйелден дейді. Келісесіздер ме? Әрине. Келісемін. Көңіл күйіне себебі тікелей әсер етеді. Оргазм алмайтын әйел өте ашушаң болады дейді. Аурушаң болады. Рас. Себебі айтамыз ғой, эмоциональный выгорание деп айтады. Ер адам мен әйел адамды алып қарсаңыз, ер адамдар өте салмақты. Барлық жағдайда былай тұрақты шешуге тырысады. Былай қалай спокойно қарауға тырысады. Ал әйел адамдар қалай? Біз әйел адамдар күйгелек. Қалай болады, қалай не істейді? Бір сұраққа 1000 сұрақ қосып алады бір уақытта. Ол жаңағыдай нервный системалардың барлығына осы оргазмның бөліспеулігінің өзі әрине ол үлкен рөл атқарады. Күніге әйел адам өзіне уақыт табу керек. 5 баласы болсын, оның қыруар шаруасы болсын, карьерасы болсын, ылғи өзімен өзі қалып, манағы бүкіл бүгінгі өткен қарбалас ақпараттардың барлығынан босап, жаңаша қуат алып, осы күйге дайындалатындай, жалпы осы күйге емес, өзінің ішкі күйін балансқа келтіретіндей, өзіне өзі ылғи күн сайын уақыт тауып отыру керек. Енді оның ар жағындағы жолдары көп. Мысалы, оргазм алу үшін негізі ол оргазмға да дайындалу керек.
мысалы кешке болатын оргазмға таңертең жолын жасап кет дейді. Мысалы қоштасқанда жақсы қоштасып, мысалы жұмыста жүрген кезде жан жағындағы мысалы қыз келіншектер неше түрлі киініп алған, боянып алған, солардың бәрін көре тұра еркек адам үйге келген кезде үйіндегі әйелдің жағдайын көріп, әйелдің түрін көріп, тәбеті бұзылады, желаниясы бұзылады. Тек қана әйел деп тоже айта бере алмаймын. Күйеуде ондай нәрсеге мысалы дайындалып, жақсы мысалы жағымды иіс сулар сеу арқылы мысалы сондай нәрсеге дайындалу арқылы екеуі бір-біріне көмектесу арқылы жасалады. Біздерде қазақтарда жыныстық қарым-қатынас мынадай тұрғыда ойлайды да, бала жасасақ болды. Бала жасайтын процесс, мысалы. Себебі көбісі солай ойлайды. Ол қате, олай ойламау керек. Жыныстық қарым-қатынас ол әйел адам мен ер адамның арасындағы қарым-қатынастың өршуі, рухани тепе-теңдігі әйел адам мен ер адамның. Әйел адамдар өздерін төсекке дейін ойлау керек, төсекте ер адамны ойлау керек. Бұл тақырыпты әзірге осымен қорытындылай тұрайық, бірақ алдағы уақытта дәл осы тақырыпқа қайта оралатынымыз сөзсіз. Тар төсекте басы қосылған ерлі зайыптылардың басты міндеті ұрпақ қалдыру болғанмен, ләззат алуға әлі де ешкім тыйым салған жоқ. Сондықтан ойланыңыз, шешім шығарыңыз, мамандардың кеңесіне жүгініңіз. Қалауыңызды тапсаңыз, өміріңіздің күрт өзгеретініне кепілдік берем. Бұл жабық тақырып, Әсел Ергешқызы. Ұнаса, бөлісіңіз, лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз, ұсыныстарыңызға да біз қарсы емеспіз. Біз үшін жабық тақырып жоқ. Өмірде алар ләззаттарыңыз көп болсын.